Күйеуінің тегін алған келіншектер бақытты болады. Тек танушылар осылай деп таңғалдырып қойды. Жолдасының фамилиясына ауысқан нәзік жандардың отбасында ұрыс керіс сирек болатын көрінеді. Себебі тек ортақ әйеліне ерлер басқаша қарайды екен. Бұл қаншалықты рас? Тегін өзгерткен бұрымдылар қазір қалай тұрып жатыр? Сюжеттен көрейік. Соңғы кездері жас келіншектердің көкейін тесіп толғандырған сауалдардың бірі қайын жұрттың тегін өту қаншалық жөн. Бұрын соңды неке қиылғанда күйеу жігіттің фамилиясын алу қалып тұр деседі. Алайда қазіргі таңда психологиялық тұрғыдан да, діни тұрғыдан да қарсылық пікір айтатын мамандар көбейді. Әйелде күйеуінің фамилиясын өтпей қою керек. Мұндай пайымдарды естіп алған жастардың көпшілігі бойжеткеннің өз ата тегінде қалғаны дұрыс дейді. Жоқ. Негізі Құранда да жазылған ғой, әр қыз балада, ер балада өзінің тегінде қалу керек. Мен ойлаймын, қыз бала өзінің тегінде қалсын, онсыз да отбасын тастап, үй ішін тастап, басқа отбасыға барып, хотя бы тегі өзінде болу керек. Негізі өз фамилиясында қалған дұрыс шығар. 70 талқымдаған қартана тегін алмастырған кенже қызына реніші барын айтады. Өзім өтпеген, мен келіндерімді өткермегенмін. Өз ата тегінде қалған. Енді бірақ өзімнен бір қызым күйеудің фамилиясына өтіп кеткен. Оны өзі білмей де қалды. Бір күні қолына документ алғанда білдім. Іште реніш болды дейсіз? Иә, іште мен бірақ бүкіл келіндерім, балдарымның, басқа қыздардың барын өткермеген дейін кішкентай қыз солай өтті. Десе де қыз жат жұрттық болған соң өзгерткені жөн ғой дейтіндер де бар. Қазір байқаймыз азайып кеткен ғой, вообще өтпейді десе де болады. Дұрыс деп ойлаймын, күйеуінің фамилиясына өтсе. Фамилиясына өту дұрыс. Өйткені сол елді бағындырамыз, сол елге келін болам деп барғаннан кейін келешектегі ұрпағына да дұрыс. Тек танушы Әлия Сағынбаеваның сөзінше, әйел адам күйеуінің тегіне ауысса, бақытты болады. Яғни ер адамның санасында бөтен емес, ең жақыны ретінде қалыптасады. Сәйкесінше жанжал азайып, қарым-қатынас түзеледі дейді. Дегенмен бұл аса қатты алаңдайтын дүние емес екенін алға тартады. Сондықтан мен тағы да айтатынмын, қыздар, күйеулеріңізден сұраңыздар. Нені қалайсың, қалайсың. Менің фамилияма көш десе, көшіңіздер, алыңыздар. Ол әрине екеуінің қарым-қатынасына әсер береді. Бұл тақырыпқа қатысты дін өкілдерінің де айтары бар. Әкесінің атына келетін болсақ, оны өзгертуге болмайды. Ол шариғат бойынша тыйым салынған. Ал енді тегіне келетін болсақ, фамилияға келетін болсақ, шариғатта оны ауыстыруға рұқсат береді. Оған ешқандай тыйым жоқ. Дегенмен де кейбір шоу-бизнесте жүрген бұрымдылар жолдасының тегін алуға қарсы дейді әлеуметтанушылар. Себебі бұл үрдіс өз мәнін жоғалтқан деп есептейді екен. Динара Жарқынбек, Еуразия бірінші арнасы.